Саламатсыздар ма? Ең алдымен бірінші біз іздеу жүйесіне GeoGebra Classic деп жазып аламыз. Содан кейін бірінші тұрған сілтемені басып парақшаға өтеміз. Сол кезде алдымызда осындай парақша пайда болады. Ең алдымен тілді ауыстыру үшін мына жерде жоғарыда 3 кнопка тұрады. Сол 3 кнопканы басып настройки дегенге кіреміз де қазақ тілін таңдап аламыз. Яғни мына парақша қазақ тілге ауысты. Енді мына жерде төменде параметрлер деген 3 сызықша тұр. Соны басып, бұл жерден біз осьтерді көрсетуге болады, немесе осьтерді алып тастауға болады. Осьтерді алып тастайық. Және мына жерден торды көрсету жасыру деп тұр. Бұл жерден де торды алып тастайық. Яғни ақ болсын фонымыз. Және мына жерде баптаулардың ішінен фонның түсін таңдауға болады. Ашық көк түсті таңдайық. Енді фонымыз пайда болды. Енді біз іздеу жүйесінен, мысалы, мына бір құран құсты таңдап алайын. Қандай да бір папкаға сақтап аламыз. Сақтағанда, мысалы, атын оңайырақ қылып табатындай, қазір GeoGebra тағын кезде, мысалы, сурет 2 деп сақтап қойын. Енді мына жерде қарасақ, бізде фонда артында сурет тұр ғой, тізін ғана алу үшін іздеу жүйесіне удалит фон с фото дегенді жазып, бірінші сілтемеге өтіп, загрузить изображение дегенді басып, суретті, мысалы таңдап, мен екінші суретті таңдағаннан кейін, бұл жаңағы қыран құстың ар жағындағы фон өшіріліп қалады. Енді біз басында GeoGebraға барып, мына жерде бізде инструменттер бар. 3, 6, 7, 8, 9, 10 тұрған. Соның ішінен сурет қою дегенді таңдаймыз. Сосын брауз дегенді басамыз, яғни жүктеу. Так, мен мана загрузкиге сақтадым ба? Жарайды, менің манаға сақталған немді таңдап алайын. Фотомды. Яғни артқы фоны өшірілген. Міне сонда бізде сурет GeoGebra'да шықты. Мына нүктелерді өшіріп тастауға болады. Яғни мышканың оң жағын басып, жою деген батырманы басамыз. Және мысалы мына нені қыранды жылжытуға болады. Яғни суретімізді жылжытуға болады. Содан кейін бізде мына жақта түрлендірулер деген терезе бар. Соның ішінен гамма-тетияны қазақшаға аударғанда, бұл жерде енді GeoGebra'да былай аударған екен, көбейткіш арқылы объектіні нүктеден өшіру дейді. Осы гамма-тетияны қазақшаға солай аударған. Бірінші біз гамма-тетияның центрін анықтау керекпіз. Яғни мына жерде екінші терезені басып, жаңа нүкте дегенді басамыз да, терезенің бетінен кез келген бір нүкте қоя саламыз, яғни А нүктесі бұл. Енді түрлендірулердің ішінен көбейткіш арқылы объектіні көшіру дегенді басамыз. Яғни біз қажетті объектіні басамыз. Сосын гамма-тетияның центрін белгілейміз. Сосын гамма-тетияның коэффициентін белгілейміз. Мысалы 0,5 болсын. Яғни сонда бізде мына қыран құстың, яғни гамма-тетия коэффициенті 0,5 болған кездегі және А гамма-тетия центрі болған кезде бейнесін алдық. Енді мысалы біз мына гамма-тетия коэффициентін жылжытып отырған кезде мына қыран құстың бейнесі қалай болатындығын көру үшін слайдер дегенді таңдаймыз.
яғни слайдер таңдау үшін бірінші мына кішкентай құран құс тұр ғой, соны басамыз. Сосын енді минимумы, яғни 0-ден басталсын да максимумы 1-ге дейін барсын, яғни құран құстың өзіне келетіндей. Сосын қозғалу, яғни қозғалу коэффициенті 0,1 болсын деп таңдайық. Яғни бізде слайдер пайда болды. Слайдерді жоғарыға жылжытып қояйық. Жылжытып қойдық. Енді міне бір слайдер былай жылжытып тұр, иә. Так. Бірінші біз мына жерден графикалық көріністі жылжыту деп шамалы жылжытып алайық мына құран құсты. Енді слайдер жылжып тұр. Енді біз аламыз да мына жерде жылжыту деген батырманы басып арқылы мына суреттің кіші құран құстың мышканың оң жағын басамыз, яғни тышқанның оң жағын баптауларға кіріп. Енді бұл бізде мына гамма-тетик коэффициенті бұл бізде 0,5 болып тұр, иә? Яғни гамма-тетик центр А нүктесі болып тұр. Енді біз 0,5 болған кезде, яғни бұның аға тәуелді болуын жазу үшін мына жерге А дейміз. Яғни бұл бізде слайдердің атауы А болып тұр. Сол кезде мына құран құс сол мына слайдерге байланысты қозғалады. Яғни 1 болған кезде сол құран құстың өзі шығады. Міне жылжытып отырса, гамма-тетик коэффициенті 0,131 болған кезде осылай кете береді. Енді бұл жасаған жұмысымызды сақтау үшін мына жерде жүйеге кіру дегенді басамыз. Жүйеге кіру дегенді басып, мысалы, жүйеге тіркеліңіз деп тұр. Жүйеге тіркелесіздер. Содан кейін, мысалы, менде өзімде бар. Жүйеге тіркелгеннен кейін сіздер жүйеге кіру дегенді басып, содан кейін мына жерден сақтау дегенді бассаңыз, атын жазып, өзі сақталып қалады. Сәтті түрде сақталды деп шығады осылай. Сонымен біздің жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар.